Енді жер мен жердің үстіндегі адам арасындағы гравитациялық тартылыс күшті зерттеп көрейік. F тең гравитациялық тұрақты көбейтілген жердің массасы, адамның массасы бөлінген жердің радиусының квадраты. Енді бізге белгілі G тұрақты, M жердің массасы ол тең 5,198 дәрежесі килограмм. Жердің радиусы тең 6400 километр. Енді байқайтын болсақ қараңыз. Бұл тұрақты, жердің массасы тұрақты, радиус тұрақты. Біз үш тұрақтыны басқа бір тұрақтармен алмастыруға болады. Ол үшін мынандай бір аналогия жасайық. Ньютон екінші заңы бойынша F тең неге M аға. Мынау адам массасы, мынау да адамның массасы. Онда біздің табатын жаңа бір тұрақты неге тең болу керек? Үдеуге тең болу керек. Енді үдеудің сан шамасын анықтап көрейік. А тең G M R квадрат. Егер белгілі барлық шамаларды орнына қоятын болсақ, 6,67 10 минус 11 дәрежесі көбейтілген 5,98 10 24 дәрежесі бөлінген 6400 километр, оны метрге аударуымыз керек. Квадратын алатын болсақ, бізде мөлшермен 9,18 метр секунд квадрат деген шама шығады. Енді осыны бұл да тұрақты болғандықтан біз оны G әріпімен белгілейміз. Сондықтан бұл нені шығардық? Біз жердің еркін түсу үдеуін шығардық. Онда жердің еркін түсу үдеуінің формуласы G M бөлінген R квадрат болады. Және сан шамасы мөлшермен 9,18 метр секунд квадрат болып табылады.